Балалар, сабақты керемет көңіл күймен бастайық. Менің әр шуағымнан тараған көңіл күйді көрсетіңдер. Және қай топ мүшесі екендігімді анықтап алыңдар. Балалар қараймыз еді мына жерде. Тез қазір аттарында да келесіңдер де мына шуақты ашқан кезде қандай көңіл күй тұрады, сол көңіл күйді салып кетеміз. Мысалы мына жерде деп тұрмыз, соны салып кетеміз. Түсінікті ғой, тез. Арсен, кел, жүгір, тез. Қалай істеп тұр? Өте жақсы. Келе ғой, Данет, кел. Сағыныш дайындалып тұр, кел. Ақтілек дайындалып тұра ғой, кел. Өте жақсы. Ақтілек, кел. Тез, кел. Қалай? Жарайсың, керемет. Кел, кімнің атын атадым, тез келіңдер. Қалай істеп тұр? Мына жаққа сыныптастарына қарап түсе ғой. Өте жақсы, жарайды. Каусар ашамыз. Жарайсың, керемет. Дұрыс, жақсы. Жады, кел ау, кел. Мына жаққа сыныптастарына. Жақсы, Өте жақсы, жарайсыңдар. Қазір сол үшін жабаланып қояқшы. Кеттік, кім оқиды? Марина оқи ғой. Тез жылдан. Жарайсың, керемет. Келесі сөз, кім оқиды? Каусар оқи ғой. Бөлік, өте жақсы. Мына сөз, келесі айым оқи ғой. Қандай? Өрнек, жарайсың. Келесі. Тағы, жазайын. Тез. Өрнек, өте жақсы. Нұрсұлтан оқи ғой. Даусымыз қан шығарамыз. Қандай? Біз Г дыбысымен және әрпімен танысатын боламыз. Ол үшін мына бейне баянға назар аударып қарайық. Бүгін біз Г дыбысымен танысатын боламыз. Г дегенім гүлім, көрдің неше түрін. Гүлмен бірге сенің, күлімдейді күнің. Ал енді жұмбақтың шешуін тауып көрейік. Шуақты жақсы көреді, шырайланып күледі. Мынау Г әрпінің қандай түрі? Басқа. Ал мынау қасындағысы Г әрпінің Г әрпі қандай әріпке ұқсайды екен? Г әрпіне ұқсайды, тек қана таяқшасы жоқ екен. Ондай болса қарайық. Экранға назар салып, Г дыбысының баспа және жазба түрін көріңіздер. Г дыбысының баспа түрі жоғарғы бөлікте, жазба түрі төменгі бөлікте орналасқан. Дәптерге әдемі жазыңыздар. Келеді. Балалар, оқиыншы кәні. Оқыма бөлейінші кәні. Үш көне келе, жарайды балалар. Қарашы, Г дыбысы қай жерде кездесті екен? Ортасында кездеседі екен, келесі. Егіздер, бұл сөз. Жақсы, егіздер дейді. Оқыма бөлейінші кәні. Г дыбысы қай жерде кездесті? Ал жарайды баласы деген мынандай сұрақ. Неліктен бұл үш буын болып тұр? Кім жауап береді маған? Дамир. Үш дауысты дыбысты. Өте жақсы, жарайсың. Өйткені үш дауысты дыбыс бар екен бұл сөзде. Бірінші сөзді оқиды. Тез жылға. Қараймыз балалар. Біз бөліктерді шығарады екенбіз қазір. Әр тапсырманы дұрыс орындаған сайын. Келесін оқи қой. Адия оқы, Адия. Екінші, өте жақсы. Бірдің қай бөлігі шықты? Сабағы шықты, иә? Жақсы. Келесі оқиды. Нұржан Адия оқи ғой, Нұржан Адия. Гүл, өте жақсы. Қандай бөлігі шықты? Жаңғыра шықты, жақсы. Тағы сөзімізді оқимыз, келесі сөзімізді. Тоғжан оқи ғой, Тоғжан. Тез жылдан.
интеллектпен міне жан бітіріп тұр екен. Қараймыз балалар. Не туралы мына сурет? Кім айтып береді? Не істеп жатыр? Шығарсыз айта алыңызшы, не істеп жатыр? Гүлге су құйып жатыр. Кім құйып жатыр гүлге суды? Нұрислам кім? Оқушылар құйып жатыр. Жансая не істеп жатыр тағы да? Иә, топырағын қопсытып жатыр. Бір жақсы өсу үшін. Тағы да? Жарайды, тағы да? Басқа, тағы да? Ибрахим? Иә, шанын сүртіп жатыр екен. Өте жақсы. Ондай болатын болса, мына гүлді қараңызшы, не айтады екен сендерге? Сынып бөлмесінде гүлдер көп. Оқушылар бөлме гүлдерін кезектесіп күтеді. Бірі суарады, екіншісі шаңын сүртеді, үшіншісі топырағын қопсытады. Гүлдер жайқалып өсіп тұр. Балалар, бұл біздің оқулықта жазылған мәтін. Мына асықтарда біздің бағанағы мәтіндегі сөздеріміз жазылған. Осы сөздерді бір сөйлем құрап, ретімен орналастырып, мәтінімізді шығаруымыз керекпіз. Қан олай болатын болса, бірінші сөйлемді ретімен маған Хадиша мен Жасмина орналастырып керек. Төменге әкеліп, қайырып қояды екенбіз. Сөйтіп, үстіне кішкентай қалпағын кигізіп қояды екенбіз. Біз ол атты әбден жазып үйренгенбіз. Қ дыбысына ұқсайды деп бағана айтып кеттік. Ал кішкентай д-ны ілмек сияқты қылып әкеліп, артқа әкеліп қайырып қояды екенбіз. Қан олай болатын болса, дәптерге жазайық. Дұрыс, жарайсың. Үшінші топ қандай сөз шықты сендерде? Егін. Егіннің суреті. Егін деп құрдыңдар ма? Келесі суретті істейміз. Балалар, қазір мен сендердің алдарына тапсырма бердім. Ол тапсырмада әріптерді ретімен орналастыру арқылы сөзді табамыз. Кәнеке бастайық ал. Жазамыз. Сандарды ретімен орналастырған кезде бізде сөз шығады. Сол сөзді жазамыз. Қандай сөз шығады екен? Ал, таптың ба Жансая, қандай сөз шықты? Айгөлек деген сөз шығады екен. Жарайсың Жансая, керемет. Егінші, жақсы. Келесі, қайтып барам. Қандай сөз шықты? Мерген, я? Келесі. Солжан барам, солжан.
шық